саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы өрт қауіпсіздігі жайлы ережелерді толықтай меңгеру. Тігін шеберханасындағы жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Бірінші, тігін шеберханасына жұмыс істеуге қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқамадан өткен адамдар ғана жіберіледі. Екінші, қауіпті өндірістік факторлар. Бұлар оймақсыз жұмыс істеу кезінде саусақтарға ине мен түйреуіштердің шаншылуы, қайшыларды ұқыпсыз пайдалану, немесе тігін машинасындағы жұмыс кезіндегі қолдардың жарақаттануы. Электр тігін машинасында үтікпен жұмыс кезінде электр тоғынан зардап шегу, олардың үтіктің қызған металл бөліктеріне тиген кезде немесе матаны тым мол ұлғанғанда будан күйуі. Сонымен қатар желіге қосылған үтікті қараусыз қалдырған кезде өрттің шығуы. Үшіншіден, тігін шеберханасындағы жұмыстарды орындау кезінде арнаулы киім, халат немесе алжапқыш, орамал, сондай-ақ үтік пен электр тігін машинасындағы жұмыс кезіндегі диэлектрлік кілемше пайдаланылады. Жұмыс алдында үтік бүтіндігі мен табанның тазалығын тексеру керек. Үтікті электр желісінде де тек құрғақ қолмен қосып ажыратады. Бауы қызғанда немесе электр тоғымен зақымданғанда үтікті желіден ажырату қажет. Егер ол мүмкін болмаса, онда электр тартқышты ажырату керек. Жұмыстан кейін үтік желіден ажыратылып, үтік қойғыштың орнына қойылады екен. Техникалық қауіпсіздік ережелері. Өндірістегі өрттердің негізгі себептеріне құрал-жабдықтардың технологиялық жұмыс тәртібінің бұзылуы, электр жабдықтарының ақаулығы, жабдықтардың жөндеу жұмыстарына нашар дайындығы, әртүрлі материалдың өздігінен жануы және тағы басқалары жатады. Жарылыс кезінде өртті болдырмау үшін ыстық жанғыш жарылысқа қауіпті ортаның пайда болуына мүмкіндік бермей, оталдыру көзінің пайда болуына кедергі жасау керек. Өрттің алдын алу шараларына мыналар кіреді. Құрылыстық жобалау, техникалық, ұйымдастырушылық, өрт сөндіру тәсілдері мен құралдары. Өрт сөндірудің келесі тәсілдері қарастырылады. Ыстық жанғыш заттарды тотықтырғыштан бөлектеу, ауадағы оттегі концентрациясын азайту, ыстық жанғыш заттардың температурасын, оталдыру температурасын төмендету. Өрт шыққанын білгенде, өрттің ауқымы кішкентай болса, крандағы сумен, болмаса, қалың дымқыл матамен өшіруге тырысыңыз. Өрт ауқымды болса, 101 номеріне хабарласып, өрт шыққан мекен-жайды, ненің қалай жанып жатқанын айтыңыз. Өзіңіздің атыңыз бен нөміріңізді де беріңіз. Ол өрт сөндірушілерді күтіп алып, өрт ошағына жедел апаруға керек. Менен де басқа адам хабарласатын шығар деп отыруға болмайды. Ғимараттағы барлық тоқ көздерін ажыратып, газ құбырларын жабыңыз. Егер өрт көп қабатты ғимараттардың төменгі қабатында шықса, ғимараттың жоғарғы қабатына немесе төбесіне шығып, көмек күту керек. Далаға шығу жолдарында от болмаса, тез арада ғимаратты тастап шығыңыз. Өрт шыққан аумақтан өту үшін синтетикалық киімдерді шешіп, орнына жүн немесе мақтадан тігілген киім кию керек. Киімдерді сулап, басыңызға ішік жейде, орамал сынды қалың дымқыл жамылғы жабыңыз. Дәл осылай мұрныңыз бен аузыңызды жабу керек. Ол түтіннен уланып қалудың алдын алады. Есіктерді қатты жабыңыз, себебі ол оттегі келіп, жел соққан сайын өрши түседі. Түтіннің арасынан еңкейіп, тізерлеп, немесе бүк түсіп өту керек. Бөлмеден шықпас бұрын есіктің ар жағында оттың бар жоғын тексеріңіз. Ол үшін есікке жақын барып, оның тұтқасы сияқты металды жерлерін ұстап көріңіз. Ол ыстық болса, есікті ашпаңыз. Керісінше, есіктің саңылауларын дымқыл матамен бітеп жабыңыз. Есіктің бер жағынан су шашыңыз. Аузы мұрныңызды дымқыл матамен жауып, бөлмедегі барлық адамдарды балконға алып шығыңыз. Балкон болмаған жағдайда терезені ашып сырттағыларға белгі беріңіз. Олардың сізді естігеніне сенімді болсаңыз, барлық адамдарды алып жуыну бөлмесіне кіріп, есігін ішінен мықтап жабыңыз. Ол жерде суды ағызып, үстілеріңіздегі барлық киімді сулау керек. Сол жерге көмек күтіңіз.
Өрт шатырда немесе жертөледе шықса, өрт сөндіргіштерді шақырып, олар келгенше өрт шыққан аумаққа апаратын есік-терезелерді, люктарды жауып тастау керек. Не істеуге болмайды? Киіміңізге от дегенде жүгірмеңіз. Ол оттың одан сайын өршуіне әкеледі. Одан да киімді шешуге тырысу керек. Болмаса еденге жатып алмау керек. Егер жаныңыздағы адамның киімі жанып жатса, оны өшіру үшін үстіне дымқыл мата жабыңыз. Терезелерді ашып, түтінді шығаруға болмайды. Таза ауа өртті өршітеді. Лифтті қолданбаңыз. Өрт кезінде электр тоқтары өршілетін болғандықтан, лифт кез келген жерде тоқтап қалуы мүмкін. Қорқынышқа бой алдырып, жоғары қабатта секіруге де болмайды. Өрттің алдын алу үшін бөлмеде темекі шекпеңіз. Толық сөндірілетін көзіңізге жетпей, терезеден лақтырмаңыз. Электр тоқтары сымдарын үнемі тексеріп жүріңіз. Қандай да бір ақау барын байқасаңыз, бірден арнайы мамандарға хабарласыңыз. Сондай-ақ өрт сөндіргішті қолданып үйреніңіз және оны отбасыңыздың мүшелеріне де көрсетіңіз. Себебі өрт шыққанда оның нұсқаулығын оқып тұруға уақытыңыз болмайды. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Үйге берілетін тапсырма: нұсқаулық картаны пайдаланып конспект жазыңыз. Үй жағдайында өртке қауіпті заттарды атап жазыңыз. Өрт болған жағдайдағы сіздің әрекетіңіз тақырыбына қысқа видеоматериал түсіріңіз.